заң мен тәртіп деген кейде ұран күйінде қалып қалады. 19 000 камера қазіргі таңда жасанды интеллект арқылы жұмыс істейді. Полиция не істеп жатыр бізде? Заң мен тәртіп қатар жүру керек. Бұлар енді бостандыққа шыққаннан кейін қайтадан қоғам үшін қаншалықты қауіпсіз болады деген сұрақ елдің ішінде қызу талқыланып жатыр. Сіз не айтасыз? Осы заң қабылданғалы кішкене ой өрістер өзгеріп жатыр. Полиция ел болу қиын ба? Неге дрондарды енгізейін деп жатыр деп бақылауға? Бұл заңды ма? Жол-көлік оқиғаларының 90% осы жүргізушілердің кінәсінен. Яғни заң мен тәртіп ұран емес, ол заң мен тәртіп тәрбие. Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен, эфирде баптаймыз. Біз бастасақ, студиямыздың бүгінгі қонағы Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы. Таныстыруды қажет етпейді, Ақтоты Боранова. Сіздің есім союыңызды бәрі біледі, қызметіңізді жаттап алу қиындау. Қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік. Осы апта полиция қызметкерлері өздерінің төл мерекесін атап өтті. Құттықтағымыз келеді өзіңізді. Еліміздегі тыныштық болсын. Ылғи да елдің алғы шебінде жүргеннен кейін, қауіпсіздік саласының алдында жүргеннен кейін жақсы атақта, жаман сөзде, таяқта, мақтауда, басқа да даттау да өздеріңізге тиіп жатады. Бүгін енді бейресми форматта сұхбаттасақ, ылғи да ресми форматта жүресіздер. Бүгін полиция қызметкерлері күні болған кейін форма киіп алсаңыз деп өтініш жасадық. Бірақ дегенмен де бейресми форматта сұхбаттассақ, еркін отырыңыз. Өзіңізді үйде отырғандай сезінсеңіз болады. Соның бәрі жайлы. Өзіңіздің құзыретіңізге, қызметіңізге не кіреді, содан бастайықшы әңгімемізді. Ең алдымен келе жатқан мейраммен сізде құттықтағым келеді. Яғни бізбен бірге қатар жүресіз ғой сіздерде. Қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін қызметтер. Сол үшін сізге де мейрам құтты болсын деп айтқым келеді. Бір ортақ мейрам. Одан бөлек менің қызметім жалпы жолдағы қауіпсіздіктің саласында, жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жол жүрісіне қатысты бүкіл сұрақтардың барлығына мүмкіндігінше, қолдан келгенше жұмыс жасауға тырысамыз. Оның ішіне жол-көлік оқиғалары, жолдағы қауіпсіздік деген кезде жол-көлік оқиғалары, жол жүріс қағидалары, болатын заңнамалық өзгерістер, жалпылама. Тек қана жол емес қой, жалпы заңнама. Қоғамдық қауіпсіздік, қоғамдық қауіпсіздік, жолдағы қауіпсіздік. Яғни біздің әкімшілік полиция комитетінің атқаратын қызметі, оның общий комитеттікі керек па, или менікі керек па? Жалпы. Общий керек, общий керек болса, онда, жалпы ішкі істер министрлігінде әкімшілік полиция комитетінің атқаратын қызметі қоғамдық қауіпсіздік пен жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Яғни оның ішіне жолдағы патрульдік полициялар келеді, учаскелік полициялар келеді, жасөспірімдермен жұмыс істейтін инспекторлар де кіреді. Жол деп қалдыңыз, сол жолға қатысты бір-екі сұрақ қойып жүрсем, мысалға бізде заң қатаңдатылды, білесіз, жол ережелеріне байланысты, сосын орташа жылдамдық ұғымы заңға енгізілді. Қазір бір қаладан бір қалаға барсаңыз, бұрынғыдай жаңағы тек қана бейнебақылау камерасының астында ғана жылдамдық түсіру деген мәселе жоқ. 5 бейнебақылау камерасы, оның барлығы ортақ жылдамдықты есептейді. Сізге егер де жылдамдықты асырмасаңыз, осы уақытта мысалы 5 сағатта сіз 500 шақырым жүру керек болсаңыз, сіз егер 600 шақырым жүрсеңіз, онда айыппұл сізге арқаланады, яғни 3 шақырым асырып жібердіңіз деген сияқты. Осы ереже, одан кейін мысалға бағдаршамда бұрынғыдай сары түске өтуге тыйым салынды. Осындай өзгерістер, реформалар қандай нәтижелерін беріп жатыр? Орташа жылдамдық ұғымы енгізілді. Бұл жерде қатаңдатушылық деп айтуға болмайды деп айтар едім. Неге десеңіз, ол жерде жалпы заңмен белгіленген, яғни белгіленген жылдамдық бар өзі. Әр неде жолда әр түрлі, мысалы үшін. Сол жылдамдықты сақтау бұрыннан жазылған заңнамада. Бірақ бізде жаңағыдай пендешілікке салады да, жүргізушілер камераның астына ғана келген кезде жылдамдықты төмендетеді да, одан кейін қайтадан басқа жолдардың арасында жылдамдықты сақтамайтын тұғын. Сол үшін де жалпы жол бойына осы жылдамдықты сақтап, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, яғни жол апатының алдын алу үшін осы орташа жылдамдық ұғымы енгізілген болады. Осы орташа жылдамдық ұғымы енгізілген учаскелерде, енді біз былтыр 4 желтоқсаннан бастап күшіне енді ғой заң. Осы уақытта осы орташа жылдамдық ұғымы енгізілген учаскелерде жол-көлік оқиғаларының саны мен онда қаза болғандардың саны төмендеді.
деп айта аламыз. Мәселен, жол көлік оқиғалары шамамен 12%-ға төмендеді. Онда қаза болғандардың саны қателеспесем 23%-ға төмендеді. Жақсы екен. Ал жаңағы сары түске өтіп кетуге байланысты. Сары Бұл түске енді әсіресе Астанада бір әдетке айналған жағдай. Жасылдың сарысы шанса жүре береді. Көреміз ғой деп. Асығыс, бұл жерде сары түс негізі тыйым салу белгісі. Яғни тыйым салу белгісі және де тыйым салу белгісіне ауысатынын ескерту белгісі деп айтылады. Запрещающий сигнал дейді ғой. Соны біз Астана қаласында алдыңғы жылы, осы 23-ші жылы наурыз айынан бастап пилоттық жоба ретінде іске қостық. Яғни ол жердегі мақсатымыз осы Астана қаласындағы бағдаршамдар, яғни таймері бар, уақытпен өлшенетін, секундпен өлшенетін бағдаршамдар бар ғой, жасыл түсі және сары түсі. Соларға енгізілді, яғни функционалына енгізілді. Сол бағдаршамдардың, яғни функционалды түрде соларға автоматтандырылды деп айтайыншы. Осы құқық бұзушылықты анықтау сол бағдаршамдарда енгізілді. Соған байланысты содан бері қарай келген нәтижесін айтатын болсақ, сол қиылыстардағы болатын жол апаттарының саны азайды. Біріншіден, екіншіден көше қиылыстарындағы жаяу жүргіншілерді қағып кету дерегі азайды. Одан бөлек кептеліс енді час-пиктің кезінде енді кептелістен қашып кету мүмкін емес, себебі қазіргі таңда автокөліктің саны көбейіп жатыр. Бірақ басқа уақыттарда автокөліктердің кептелісінің саны да азайды. Яғни бұл жерде бағдаршамның жұмыс істеу механизмі, жұмыс істеу алгоритмі, стоп-линия дейміз ғой, тоқта сызығынан егер жасыл жанып тұрған кезде өткен жүргізуші, онда ол қозғалысты, жүрісті аяқтау керек негізінде. Сол үшін де көп жүргізушілер бізде осы жерден айта кету керек, жолдағы жүргізушілердің тәртібінің төмендігін. Әлі де төмендік. Әлі де өз-өзіне құқықтық осы жерде айта кеткім келеді, заң мен тәртіп қатар жүру керек. Бауыржан атамыз айтқандай, тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Сол үшін де бұл жерде заңды және тәртіпті қатар сақтаған жағдайда ешқандай да тәуекелдер орын алмайды, ешқандай келеңсіз оқиғалар болмайды. Яғни бұл жерде бірінші кезекте мен айтқым келетіні, әрбір жүргізуші көшеге шыққан кезде, үйден шыққан кезде жол жүрісіне қатысушы болып есептеледі. Жалпы көшеге шыққан кезде қоғамдағы қауіпсіздікті, жолдағы қауіпсіздікті қатар қамтамасыз еткен дұрыс, қатар сақтаған дұрыс. Яғни ол жерде бірінші кезекте ол өз басының қауіпсіздігі болып есептеледі. Одан кейін барып қоршаған ортаның жан-жағындағы адамдарға зияны, кесірі тимеу керек. Сол үшін осы жерден бастап айтатын болсақ, егерде жолдағы тәртіптің төмендігі әлде де бар. Сол үшін де біз жүргізушілердің арасында, оның ішінде жол апатының санын азайту үшін цифрлық шешімдерді енгіздік. Яғни біздің жұмысымызға, осы қызметімізге 2006 жылдан бастап осы автоматтандыру жұмыстары басталған болатын. Яғни қазір бірінші, екінші жыл емес қой, цифрлық заман талабына сәйкес біз цифрлық шешімдерді де енгізіп жатырмыз. Бұл жерде заң мен тәртіп қатар жүру керек деп айтатынымыз, негізі бұл қағида адамның өзінің бойында тәлім-тәрбиемен бірге берілетін дүние. Негізінде тәртіп дегеніміз, тәрбие дегеніміз. Сол үшін де осы қоғамда адам болып, азамат болып жүргеннен кейін міндетті түрде жан-жағына қоршаған ортаға зиянын тигізбей, өз басының амандығын алып жүру керек. Сондықтан да осы жерде біз өз тарапымыздан, министрліктің тарапынан қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін цифрлық шешімдер енгізілді деп бағанадан бастап айтып жатырмын. Кішкене сандарды сөйлетіп кетейін. Жалпы алатын болсақ, 1,5 миллионға жуық нелер бар, камералар бар. Олардың ішінде Қазақстан бойынша, олардың ішінде 400 мыңы неге қосылған, жедел басқару орталығына қосылған. Одан бөлек шамамен 19 мың камера қазіргі таңда жасанды интеллект арқылы жұмыс істейді. Яғни адамдарды түр-түсіне байланысты, немесе очкиіне байланысты, немесе орамалына байланысты анықтау жұмыстары жүргізіледі. Яғни біздің полицияның жұмысы күннен күнге алға ілгерілеп бара жатқанын айта кеткім келеді. Оның ішінде 25 мыңы автоматты түрде тіркеу жүйелері. Яғни жолда жүру қағидаларын анықтайтын камералардың саны сондай.
ол енді елді мекендердің ішінде ғой. Елді мекендердің ішіндегі камералардың саны сондай болғанмен қала сыртындағы жолдар бар бізде. Камерасыз, яғни бақылаусыз ешқандай несі қалып қойған. Сол үшін де қала сыртындағы жолдарда адам шығынынан 60% қала сыртындағы жолдардың үлесіне келеді. Сол үшін де ол жерде 60% деп айтып тұрмыз ғой енді, қайтыс болған адамдардың. Мысалға айтып кетейін. Былтырғы жылы 2,5 мың адам қайтыс болған болса, соның 60% қала сыртындағы жолдарда қайтыс болған. Осының ішіндегі әрбір үшіншісі жылдамдықты асыра пайдаланғаннан кеткен. Сондықтан да осы цифрлық шешімдердің жұмысы қала сыртындағы трассалардағы автопатрульдерге осы автоматты түрде тіркеу жүйелерін орнату арқылы жұмыс атқаруда. Яғни қазіргі таңда олардың саны шамамен 500-ден асады, 600-ге жақын, 550-560 шамамен. Олар автопатрульдер автоматты түрде тіркеу жүйелерін тасымалдаушы болып есептеледі. Яғни ол жерде біздің қызметкерлер қосып, өшіріп, немесе сондай сұрақтар туындайды көп халықтың арасында. Ол жерде автомат тіркеу жүйелеріне камераға түскен құқық бұзушылықты полиция қызметкерлері реттей алмайды, жөндей алмайды, өшіре алмайды. Яғни ол автоматты түрде жүргізушінің жеке кабинетіне ұйғарым болып түседі. Оның ішінде одан бөлек бұған дейін де бұл жұмысты полиция қызметкерлері өздері атқаратындығын. Жасырын патрульдеу дейміз ғой. Ашық патрульдеу, жасырын патрульдеу. Осы жасырын патрульдеуді де қазіргі таңда біз іске қосып жатырмыз, яғни қоғамды да қауіпсіздікті қамтамасыз етуге тартып жатырмыз, қоғамдың өзін. Яғни жедел жәрдем автокөліктерінде, сосын қоғамдық көліктерде осы жасырын патрульдеудің камералары, яғни ол да автоматты түрде тіркеу жүйелері, бірақ бейне бақылау камералары жедел жәрдем автокөлігіне, қоғамдық көліктерге, сосын біздің полицияның қоғамдық көліктер ғой. Иә. Сосын жаңағы біздің полицияның айрықша белгілерінсіз біздің полиция ішкі істер органдарының автокөліктерінде орнатылған. Қазір енді тағы бүгін ғана естідік, мына жаңалықты енді жолда қауіпсіздікті дрондарды да енгізейін деп жатыр деп бақылауға. Бұл заңды ма? Одан бөлек, иә. Бұл жерде кез келген құқық бұзушылықты анықтау бойынша жұмыстарды атқармас бұрын, әрине міндетті түрде біз бірінші заңнамалық тұрғыдан қараймыз. Ол жерде дрондарды қолдану бірінші кезекте профилактикалық тұрғыда атқарылады. Яғни алдын алу жұмыстары. Өйткені министр биылғы жылды профилактика жылы деп жариялады ғой. Заң мен тәртіп қағидатын іске асыру, оны біздің қоғамға енгізу, ілгерілету мақсатында осы жылды профилактика жылы деп жариялаған. Яғни кез келген қылмыстың, жол көлік оқиғаларының салдарымен емес, себептерімен жұмыс атқару үшін осы жыл профилактика жылы деп, яғни бұған дейін де бұл жұмыс атқарылып келе жатыр, бірақ осы жылы соған баса назар аудару бойынша тапсырма берілген болатын. Соған байланысты бұл жерде жаңағы беспилотник, дрон деп атаймыз ғой енді былайынша қарапайым тілмен айтқанда. Яғни осы дрондарды қолдану бірінші кезекте қала сыртындағы жолдарда, яғни полиция қызметкерлері көріп, қадағалап үлгермейтін жерлер болады ғой. Мысал үшін бұл жерде егер де біздің жүргізушілер өз өміріне баса назар аударып, өз өміріне жан ашып, қасындағы адамдардың өміріне жан ашитын болса, жолдағы қауіпсіздікті, жол жүріс қағидаларын бұзбас еді. Жол көлік оқиғаларының 90% осы жүргізушілердің кінәсінен болады. Яғни қарапайым қағидаларды сақтамау салдарынан. Сол үшін осы дрондарды қолдану іске қосылды. Профилактикалық тұрғыда кешеде біз енді бәрін цифрлық шешімдер бойынша камераларды, қолымыздағы дрондарды, барлық аппараттарды таныстыру жұмыстары жүргізілген болатын. Енді оларды былайынша айтып өту үшін уақытымыз жетпейді. Қазіргі таңда бізде Тор деген платформа қосылды. Яғни бұның қызметі өрескел құқық бұзушыларды, жүргізушілерді анықтау, агрессивный дейміз ғой, жол ережесін дұрыс сақтамайтын, әдейі бұзатын, қасақана бұзатын жүргізушілерді анықтау. Одан бұрын шаршаған жүргізушілерді анықтау. Яғни бұл Тор платформасы арқылы кез келген көліктің маркасы, түсі, немесе моделі ғана белгілі болатын болса, сол бойынша осы жүйе анықтап, осы автокөліктердің қай жерде жүргенін анықтауға көмектеседі. Бұл жерде тек қана жүйеге
автокөліктің маркасын, моделін немесе түсін ғана беру арқылы сол автокөліктің қайда жүргенін анықтауға болады. Одан бөлек қорғау қосымшасы бар. Қорғау қосымшасы бізде 3 компонентпен жұмыс істейді. Яғни көшедегі камералар, жедел басқару орталығы және де біздің полиция қызметкерлерінің қолында тұрған планшеттер. Камерадағы бүкіл жағдай видеоның барлығын, қозғалыс ағынның, потоктың барлығын зерделеу арқылы, егерде сол ағын потоктың ішінде, мысалы үшін систематически жағдай жиі құбызатын жүргізуші, немесе жағдай сақтандыру полисі жоқ, немесе техосмотрдан өтпеген, немесе жағдай жалған нөмір тағып алған автокөліктерді анықтау бойынша жұмыстар жүргізеді да, жедел басқару орталығы арқылы планшетке жақын тұрған полиция қызметкеріне сигнал береді. Сигнал беру арқылы, сигнал берген кезде жақын арадағы полиция қызметкерлеріне олар ағынның ішінде, яғни поток, көлік ағынның ішінен жаңағы автокөлікті тоқтатып, құбызушылықтың, яғни кім біледі, әртүрлі жағдай болады ғой, болатын тәуекелдердің алдын алу мақсатында профилактикалық жұмыстар нәтижесінде осындай көліктерді ағынның ішінен шығарып алып, тиісті әкімшілік хаттамалар толтырылады. Өзіңіз білесіз, осы аптада мемлекет басшысының қатысуымен құқық қорғау органдарының кеңейтілген алқа мәжілісі өтті. Осы жерде заң мен тәртіп, құқықтық сауаттылық, құқықтық мәдениетке қатысты бірқатар тапсырмалар берілген еді. Заңды қатайтамын деп отырып, азаматтардың құқығын шектеп алған, азаматтардың ой еркіндігін, сөз еркіндігін шектеп алатын жағдайлар аз емес. Немесе құқықтық анархия, құқықтық нигилизм орнаған мемлекеттер бар. Бұл екеуі де айналып келген кезде қоғамға кері әсерін тигізеді. Осы таяқтың екі ұшын дейміз ба, таразының екі басын тең ұстау үшін не істеуіміз керек? Сосын біз бір нәрсені мойындайықшы, заң мен тәртіп деген кейде ұран күйінде қалып қалады. Біз заңды тәртіпте орнатуымыз керек деген сияқты. Бірақ осы ұран күйінде қалмай, азаматтардың күнделікті өміріне ену үшін, оның бір етикалық норма сияқты, кәдімгі әдеп бар ғой өзі. Таңертең тұрасың, тісіңді жуасың деген сияқты. Көшеде жүрген кезде шашың тарап, әдемі болып, бет-аузың жуып шығасың. Бұл енді етикалық нормалар қарапайым. Бейәдеп сөз айтпайсың қоғамда деген сияқты. Осындай әдетке айналу үшін полиция қызметкерлері тарапынан не істеліп жатыр? Немесе не істелу керек? Заң мен тәртіп жалпы барлығына ортақ дүние. Кеше алқа отырысында да құқық қорғау органдары мен мемлекеттік қызметшілердің алдында да айтылған дүние, яғни бұл заң мен тәртіпті еңбек деген баладан еңкейген қартқа дейін сақтау керек. Яғни бұл жерде тек қана полиция қызметкерлерінің атқаратын жұмысы емес, бұл тәлім тәрбие үйден, тал бесіктен туылғаннан бастап жағдай басталатын дүние. Сол үшін заң мен тәртіп деген кезде біз бірінші кезекте өзіміздің қоғамымызды, өзіміздің қауіпсіз қоғамымызды құратынымызды ойланып, яғни күнделікті жүрген кезде осы тәртіпке бағынып, соны сақтап жүрген абзал. Енді заң мен тәртіп деген кезде әрине ол жауапкершілікті күшейту керек, бірақ кейбір елдерде құқық қорғау қызметкерлері қатаң тәртіп орнатамын деп, мысалы керісінше халықтан ажырап, алыстап кетіп, қарым-қатынас суытып алып жатады. Практикада да көрдік қой қаншама рет. Осы тұрғыдан алған кезде шынтуайтында полиция бұл халыққа оппонент емес, серіктес, немесе жазалаушы орган емес, көмектесетін әлеуметтік институт болу керек. Бұл тұрғыдан алған кезде, мысалға салдарымен емес, қылмыстың салдарынан емес, себебімен күресуде полиция не істеп жатыр бізде? Полицияның халыққа жақын болуы деген кезде бізде сервистік модель енгізілген. Ол жерде полиция қызметкерлерінің халыққа ашық болуы, халықтың тыңдауы, халықты естуі, сонымен бірге жұмыс атқаруы. Яғни ол бағытта атқарылып жатқан жұмыстар көп. Яғни оның бірден бірі қазіргі таңда 102 қосымшасы бар. 102 қосымшасы дегенде баяғыдан бар ғой, жоқ, сол бар. Одан бөлек мен нені қосып кетейін дегенім ғой, жаңа кеше бізде қазір енді құбызушылықты омниканальность деп айтады ғой, енді 102 деген былайынша халықтың арасында неғанмен. Одан кейін қазір одан бөлек қазір егов қосымшасы арқылы ішкі істер органдарына кез келген әрекеттер бойынша шағымдануға, ұсыныс айтуға, немесе жағдай кез келген өздеріңіздің ойларыңызды жазуға болады. Яғни оның барлығын қазір қолжетімді қылып қойдық. Өтініш қосымшасынан бөлек жаңағы егов өзінің жеке кабинеті, одан бөлек қазір бізге Каспий мен Халық банк өз үлестерін қосып, қосымшаларын бізге тағы да қосуға тағы да өздерінің көмектерін берді. Яғни бұл жерде полиция қызметкерлері бірінші кезекте профилактика жүргізеді. Кез келген құқық бұзушылық орын алған кезде бірден барып шашын алып басын жауып тастамайды ғой. Сол үшін бірінші кезекте олар
кез келген құқық бұзушылық қоғамда болсын, жолда болсын, басқа қылмыста болсын, жұмыс, профилактикалық жұмыс қатар жүреді, міндетті түрде қатар жүреді. Сол үшін де полиция қызметкерлері әсіресе енді бұл жерде жолдағы нелерді айтып кетсем, мысалы үшін патрульдік полициялар құқық бұзушылықты анықтаған кезде, тоқтатқан кезде бірінші кезде ескертуге тырысады. Бас салып айыппұл салмауға дейсің. Бас салып айыппұл салмайды. Яғни құқық бұзушылықтың жасалған құқық бұзушылықтың ауырлығына, мәселен ауырлығына емес, қалай айтады оны? Құқық бұзушылықтың түріне қарайды ғой. Сол үшін егер де ол жерде ескертуге келетін құқық бұзушылық болса ескертеді. Одан бұрында заңнамалық тұрғыда бізде қазір жеңілдетулерде жеңілдету бағытында өзгерістер енгізілген. Яғни әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте егер де қарап айтатын болатын болсақ, мысалы үшін жарық шамын жақпаған үшін бұрын бірден айыппұл бірінші тоқтатқан кезде айыппұл салатын болса, қазіргі таңда бірінші кезде ескерту беріледі. Одан кейін барып құқық бұзушылық жөнінде әкімшілік хаттама толтырылады. Бізде осы 2025 жылдың алғашқы 5 айында биыл 39 мың қылмыс тіркелген екен. Бұл былтырмен салыстырғанда 5 мыңға аз. Негізі қылмыс азайып жатыр. Байқасақ, статистикаларды байқасақ, бұл немен байланысты? Азаматтардың құқықтық сауаттылығының жоғарылағынан ба, жоқ әлде цифрлық бақылаудың күшейтілгенінен бе? Екі сұрақты қатар қояйын. Сосын цифрлық бақылау деген кезде көп азаматтар жеке бостандығымызға қол солды деген аргументті алға тартып жатады. Жеке бостандық пен бақылау, яғни азаматтардың бақылау жұмысы шекара қай жерде белгіленген? Бұл жерде қылмыстың азаюына барлығы да өз үлесін қосты деп айтуға болады. Яғни қоғамда және де ішкі істер органдарының қызметкерлері де өздерінің тарапынан барлық атқарылған жұмыстардың нәтижесінде жеткізілген дүние. Яғни цифрлық шешімдердің берген үлесі ол да бар. Яғни осы неде тиімділігі өте жақсы. Мысалға айтатын болсақ, осы жарты жылда тіркелген қылмыстардың саны былтырғы жылмен жаңа өзіңіз айтып жатырмыз ғой. Бұл жерде қылмыстардың ашылуы, яғни қылмыстарды ашу деңгейі 7%-ға өскен былтырғы жылға қарағанда. Бұл ретте аса ауыр қылмыстар 98%-ға, яғни барлығы түгелдей ашылды деп айтуға болады. Және де ауыр қылмыстар 72%-ға жоғары көрсеткіштерге қол жеткізілген. Бұл енді құқық қорғау органдарының кәсібилігінің артуы және де қолданылатын тәсіл әдістерінің тиімділігінің нәтижесінде. Бейнебақылау камералары жаңағыдай адамдардың жеке бастарына жағдай деректеріне не дедіңіз ғой. Бұл жерде кез келген бейнебақылау камералары жалпы қоғамдағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталады. Ол белгілі бір адамның үйін немесе белгілі бір адамның іс-әрекетін түсіруге бағытталмаған. Бұл жерде жалпы қоғамдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бағытталады. Ол бейнекамералар оның ішінде қоғамдық орындар да бар, мемлекеттік органдар да бар, балабақшалар да бар, мектептер де бар. Қазір бағана 1,5 миллион камера деп айтып жатырмыз ғой. Онымен аса маңызды объектілер қамтылған. Бірінші кезекте аса маңызды объектілер. Оның ішінде мектеп те бар, балабақша да бар, оның ішінде басқа да мемлекеттік органдардың мекемелері бар, және де қажетті бүкіл жаңағыдай ғимараттар бар деп айтуға болады. Соған байланысты ол жерде бірінші кезекте егерде қандай да бір құқық бұзушылық немесе қандай да бір қылмыс орын алған кезде міндетті түрде бірінші кезекте бейнекамераны көтеру арқылы жұмыстар жүргізіледі. Оны өзіміз қазіргі таңда барлығын білеміз. Яғни қылмысты, құқық бұзушылықты көрсетіп, мысалы жауапкершілікке тарту үшін міндетті түрде бейнебақылау камераларының жазбаларына жүгінеді. Содан кейін барып қана жұмыстар жүргізіледі. Конституцияның 30 жылдығында 15 мың адам амнистияға ілінейін деп жатыр, яғни рақымшылық жариялайын деп жатыр. Бізде енді осы 15 мың адам дегеніміз қылмыс жасаған адамдар ғой оның барлығы. Қылмыс жасаған адамдар. Тергеу амалдары жүргізіліп жатқан, немесе тергеу органдарында отырған, уақытша ұстау изоляторларында отырған, абақтыда отырғандар бар оның ішінде. Бұлар енді бостандыққа шыққаннан кейін қайтадан қоғам үшін қаншалықты қауіпсіз болады деген сұрақ елдің ішінде қызу талқыланып жатыр. Сіз не айтасыз? Енді бұл жерде бостандыққа рақымшылыққа ілінетін өзі белгіленген баптар бар. Енді ол жерде аса ауыр қылмыс жасаған немесе ауыр қылмыс жасаған қылмыскерлер бостандыққа шығарылмайтыны айдан анық. Яғни бұл жердегі баптарды енді қазір барлығын түгелдемей қояйық, бірақ рақымшылық алып бостандыққа шыққан адамдармен полиция, ішкі істер органдары міндетті түрде бақылауға алып,
міндетті түрде олармен жұмыс жасайды. Яғни оларды күнделікті бақылап отырғаннан бөлек, жүріс тұрысын қарап отырғаннан бөлек, олармен психолог мамандар жұмыс істейді, немесе біздің ішкі істер органдары қызметкерлері де жұмыс істейді. Яғни қажет болған жағдайда барлық жұмыстар іске асырылады, қосылады. Ал бірінші кезекте олар шыққаннан кейін, бостандыққа шыққаннан кейін ішкі істер органдарының бақылауында болады міндетті түрде. Тұрғылықты жері бойынша учаскелік полиция инспекторлары олармен күнделікті бақылап тексеріп отырады, немесе олардың қалааралық қозғалыстарына бізде арнайы мамандар бар, солар барлығы қарап бақылап отырады. Қазіргі таңда оның өзі цифрландырылған, қажет болған жағдайда. Мысалы үшін белгіленген уақытта жіберу үшін оларға браслет береді ғой, рақымшылық алғаннан кейін. Сол браслеттер арқылы цифрлық шешімдердің нәтижесінде олардың жүріс-тұрысын қайда қалай жүрген бақылау жұмыстары жүргізіледі. Жатты ма, жатпады ма ұйқыға деген сияқты. Иә. Бізде заңмен тәртіпті айттық, бақылауды айтып жатырмыз. Енді әйелдерге қатысты сұрақ қойынша, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты заң мақұлданғаннан кейін осы заң қаншалық нәтиже берді? Бізде төмендеді ме осыған қатысты қылмыстар? Естуімізше уақытша ұстау изоляторы дейміз ғой, тергеу изоляторларында бұл іске қатысты азаматтарды ас үй жауынгерлері деп айтады екен. Күлетін жағдай емес, дегенмен де өте көп дәл осы баппен істі болып жатқандар. Мен былай айтар едім, нәтижені алмас бұрын, нәтижені айтпас бұрын, заңның жұмыс істеу үшін де уақыт керек. Заң өзі қоғамға еніп, сіңіп, өзінің нәтижесін беру үшін де біршама уақыт керек. Бірақ ол уақытты енді біз күтеміз, күтпейміз деп айтпаймыз. Яғни заң қабылданғаннан кейін біз жұмысты атқара береміз. Бірінші кезекте мен айтқым келетіні, жаңағыдай сіз айтып жатсыз ғой, ас үйдің жауынгерлері деп. Негізі күлетін нәрсе емес расымен де. Бірақ біздің көп отбасылар өздерінің отбасында болып жатқан дүниелерді сыртқа шығарғысы келмейді. Осы заң қабылданғалы кішкене ой өрістері өзгеріп жатыр. Яғни бұл жерде бірінші кезекте мен айтар едім, заңның баптарын, тармақтарын анықтап, оқып, мұқият түсінген жағдайда расымен де онда ешқандай жағдай іс-әрекеттер дұрыс емес, іс-әрекеттер орын алмас еді. Бұл жерде заңды білу үшін азаматтарға бұл жерде айта кетуіміз керек. Қазір жасанды интеллект деген бар, чат GPT деген бар. Мысалға түсініксіз болып жатса, кез келген заң, отбасы туралы зорлық-зомбылық заң қалай реттеледі деген сияқты терсеңіздер болды. Көп азаматтар заңды білмеу жауапкершіліктен құтқармайтынын ескергіміз келеді. Сол ғой. Өйткені ол отбасылық, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың заңнамалары қатаңдатылды. Сол үшін де не үшін қатаңдатылды? Отбасындағы кикілжіңдер болмасын деп. Яғни ол жерде әркім әртүрлі түсіндіріп айтады. Мысалы, міне енді әйелдер күйеулерінің бәрін бірден қит етсе, бірден неге жібереді деген сияқты, ол ондай емес. Ол бұл бағытта жұмыс істейді. Шағымдансан да жетіп келеді. Шағымдансан да әрине жетіп келеді. Егер ондай құқық бұзушылыққа жол беретін болса, онда әрине жауапкершілікке тартылады. Сол үшін бұл заң қазіргі таңда өзінің нәтижесін беріп жатыр. Жаймен деп, мысал үшін, яғни жақсы бағытта. Бірақ біз енді нәтижені қазір осылай болды деп айтуға кішкене ертерек. Полиция қызметкерінде ерлермен бірге қатар қызмет етіп жүрген 12 мыңға тарта бізде қыз-келіншектер бар екен. Тіпті арнайы жасақта да қыз-келіншектер қатары аз емес. Арнайы жасақтағылар не істейді? Полиция әйел болу қиын ба? Полицияда негізі ішкі істер органдарына жұмысқа тұрған кезде әйел, ер адам деп негізі бөлінбейді. Былайынша алып қарайтын болсақ, яғни сіз ішкі істер органдарының қызметкерісіз. Мысалы үшін жүргізуші бөліне ме? Әйел жүргізуші немесе ер жүргізуші деп бөлінбейді ғой. Көлікке отырған кезде бәрі жүргізуші болып есептеледі. Сол сияқты ішкі істер органдарында да полиция қызметкерлері әйел, ер деп бөлінбеу керек. Бірақ енді дегенмен де басшы құрам тарапынан әйел заты ретінде кішкене жағдай лояльны дейміз ғой, жағдай жақсы көзқараспен қарайды. Оған рахмет. Бірақ соған қарамастан біздің қыздар, әйелдер ер азаматтармен бірге етене жұмыс істеп келе жатыр. Яғни сіз айтып жатсыз арнайы жасақ деп. Арнайы жасаққа алынатын қыздардың өзінің квалификациялық талаптары бар. Яғни ол жерде міндетті түрде ол физикалық тұрғыдан жақсы, жетік
меңгерген, иә, сондай қызметкер болу керек. Заңдардың талаптарының барлығын да білетін. Бұл жердегі жылдам қимылдайтын арнайы жасақтардағы жұмыс атқаратын қыздардың қызметі кез келген жаңағыдай құқық бұзушылық орын алған кезде, төбелес болсын, немесе жаңағыдай басқа да құқық бұзушылықтар болған кезде, немесе тексеру кезінде әйел азаматтар тексеру керек. Ер азаматтарды ер азаматтар тексереді. Тергеуге де қатысты. Тергеуге де қатысты. Кез келген жерде мысалы үшін әйел азаматтарға қатысты істер жүргізілген кезде де осы негізі оларға әйел азаматтар сол жұмыстарды атқару керек. Сол үшін де әр салада бізде әйел азаматтар қызмет атқарады. Ер мен әйелдер бірдей дедіңіз ғой, бөлінбейді деп. Онда неге бізде бірақ генерал әйел шыққан? Сәуле Айтбаева прокуратурадан білетін шығарсыз, Сәуле ханымды. Қорғаныс саласында да, ішкі істер министрлігінде, ішкі істер саласында да өзі генерал шықпаған әйел. Себеп неде деп ойлайсыз? Меритократиялық саясат қайда ішкі істер министрлігінде? Енді бұл жерде бұл сұрақты ойланып көрмеппін, расымен негізінде мен бұл сұрақты ойланып көрмеппін. Өйткені осы ішкі істер саласына келген кезде қалай айтсам екен, уақытпен санаспай жұмыс атқарды. Енді өз басым, мысалы үшін уақытпен санаспай қызмет атқарып келе жатырмызға 20 жыл болыпты. Осы салада өзіміздің қолымыздан келгенін аямай атқарып келе жатқанымызға. Бірақ бұл жерде сіз айтып отқандай әдейілеп өсірмеу деген жағдай жоқ. Мысалы үшін енді әр адамның өзінің қабілетіне қарай өсіріледі ғой. Мүмкін алдағы уақытта, Құдай қаласа, біздің ішкі істер министрлігінен де генерал қыздар шығады деп ойлаймын. Рахмет, уақыт алып келгеніңізге. Енді бүгін жұмыс кестеңіз өте тығыз болды. Біз ең негізгі деген сұрақтарды ғана қойып үлгердік. Тағы да алғысымызды айтамыз. Қымбатты көрермен, Мұхтар Мағауин шабыт жоқ, еңбек бар, машық бар, бап бар дейді. Еңбектеніп бір салаға машықтанып, бабымыз табайық, бәлкім сонда бағымыз жанар. Біздің парақшамызға жазылыңыздар, пікірлеріңізді білдіріңіздер, бөлісе отырыңыздар. Сау болайық.